Енді құрметті ағайын, жалпы иман мәселесі осы болса, енді тоқталып кететін болсақ, Алла тағалаға иман келтіру, Аллаға сену, құрметті ағайын. Баршамызға белгілі, бүкіл әлемдердің жаратушысы барлық нәрсені жоқтан бар еткен, барлық нәрсені жаратуға құдіреті жететін бір Аллаға сену. Қараңызшы, балиғатқа жеткен әрбір ақыл есі дұрыс пендеге парыз дейді. Қараңыз. Енді адам баласы білеміз ғой, әлемдік кенді әрине әлем жаратылысында әртүрлі сөздер бар ғой. Бірақ та мұсылман адам не дейді? Бұл әлемді бір Алла жаратты дейді. Бір болмысты Алла жаратты. Қараңызшы, әрбір ақыл есі дұрыс, кемелет жасына, балиғат жасына толған әрбір азаматшаға не екен? Осылай сені құрметті парыз екен ғой. Кішкентай кезде балдар білеміз ғой. Ей балам, кім жаратты сені? Алла жаратты. Ей балам, кімнің құлысың? Алланың құлымын. Ей балам, пайғамбарың кім? Мұхаммед. Қараңызшы, біздің жаңағыдай ата-бабаларымыз осыны үйретіп тастағанда. Міне осы нәрсені біз балаға үйретуіміз керек қой негізі. Өйткені әрбір ақыл есі бүтін адамға балағат сақталған бұған сену парыз екен, құрметті ағайын. Алла субхану ва тағала Құран Кәрімде жер мен көктің жаратылуында және күн мен түннің алма кезек өзара алмасуында ақыл иелері үшін айқын дәлелдер бар. Неге? Алланың бар екендігіне, бір екендігіне, мына болмыстың жаратушы, басқарушысы, игеруші бар екендігіне не екен дәлелдер бар, құрметті ағайын. Бірақ оған ойлану үшін адам баласы ақыл жүргізу керек екен. Шәкәрім Құдайберген атамыз өз мұсылмандық шартты атты кітабында адам ойлау керек. Осы мені кім жаратты деп. Сонда анық біледі, өзіндей бір адамда жаратпағанын. Қараңшы, адам ойлану керек, мені кім жаратты деп. Егер шыны керек адам ойланатын болса, адам өзінің әлсіз екендігін, оның бір жаратушы бар екендігін біледі. Қараңыз да. Бірақ та не істейді? Ол өз секілді адам жаратпағандығына ол анық көз жетеді дейді.